Колледждің білім беру бағдарламасын әзірлеу нұсқаулығы. Әріптестер, білім беру бағдарламасын әзірлеу тек формальдылық емес. Бұл кәсіби және цифрлық сын тегеуріндерге дайын мамандарды даярлау сапасына, бағдарламаның жұмыс берушілердің уақыт талаптары мен күтілетін нәтижесіне сәйкестігіне, колледждің заманауи және озық мекеме ретіндегі беделіне тәуелді болатын стратегиялық міндет. Бұл нұсқаулық сіздің сенімді навигаторыңыз. Бұл мамандықты талдаудан бастап, бағдарламаны бекітуге дейінгі әр қадамды тиянақтауға көмектеседі. Нұсқаулықты жұмыс құралы ретінде қолданыңыз, талдаңыз, талқылаңыз, ерекшелікке бейімдеңіз және білім беру бағдарламасын құрыңыз. Сенімді әрекет етеміз, бағдарламаны пайдалы етіп әзірлейміз, мақтанышпен енгіземіз. Бірінші қадам – дайындық кезеңі. Мен директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымын. Білім беру бағдарламасын әзірлеу процесін басқарамын және үйлестіремін. Бастапқы кезеңнен бастап білім беру бағдарламасын тізілімге енгізілгенге дейін толық жауаптымын. Жұмыс тобын құрамыз. Педагогтарды, әдіскерлерді және өндіріс мамандарын қосамыз. Әр қатысушының рөлі мен жауапкершілік аймағын бөлеміз. Нормативтік құжаттарды, яғни мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, кәсіптік стандарттарды, WorldSkills кәсіптік стандартын, үлгілік оқу бағдарламаларын зерделейміз. Функционалдық талдау жасаймыз. Біліктіліктің функционалдық картасын әзірлейміз. Әріптестер, әрбір қадам мінсіз білім беру бағдарламасына қадам. Кәсіптік стандартты талдап, функционалдық карта әзірлейміз. Кәсіби құзыретті қалыптастыру үшін кәсіптік стандарттың бірлігі қолданылады, яғни еңбек функциясы. Бұл еңбек процесінің бірнеше мәселелерін шешуге бағытталған өзара байланысты әрекеттер жиынтығы. Кәсіптік стандарттың көлемді еңбек функциялары бөлініп, бірнеше құзыреттерді құралады. Шағындары біріктіріліп, бір құзыретті құралады, немесе қолданыстағы құзыреттерге жеке элементтермен ене алады. Нәтижесінде білім беру бағдарламасының құзыреттерінің саны кәсіптік стандарттың еңбек функцияларының санына сәйкес келмеуі мүмкін. Еңбек міндеттері кәсіби құзыреттерге, содан кейін кәсіптік модульдерге, кәсіби дағдылар машықтар оқыту нәтижелеріне жобаланады. Екінші қадам – білім беру бағдарламасын әзірлеу. Білім беру бағдарламасының мақсатын анықтаймыз, біліктілік бойынша құзыреттер тізбесін әзірлейміз, модульдердің мазмұнын анықтаймыз, кредиттердің жиынтық кестесін жасаймыз, құзыреттер бойынша пәндер матрицасын қалыптастырамыз. Білім беру бағдарламасының мақсатын кәсіби қызметтің мақсаты негізінде, яғни біліктілік бойынша нәтижеге қол жеткізуге бағытталған негізгі әрекеттер негізінде тұжырымдаймыз. Құзырет – бұл жұмыс берушілердің сұранысына ие бола алатын студенттің білім нәтижесі. Білім беру бағдарламасының құзыреттері 4 топқа бөлінеді. Жалпы білім беру, жалпы міндетті, базалық, кәсіптік. Құзыреттер етістікпен тұжырымдалады. Әр модуль – бұл білім беру бағдарламасының құрылымдық бірлігі. Нақты оқыту нәтижелерін қосамыз. Құзыреттерді қалыптастыруға бағыттаймыз. Модуль атауын етістікті зат есім арқылы тұжырымдаймыз. Білім беру бағдарламасы жалпы білім беретін, жалпыға міндетті, базалық және кәсіптік модульдерді қамтиды. Оқыту нәтижесі бұл білім беру бағдарламасын меңгеру барысында студенттің алған және көрсеткен білімі, іскерлігі, дағдылары. Оқыту нәтижесі нақты және өлшенетін болуы керек. Етістіктерді бастапқы формасын қолданамыз. Әр модульге 2-ден 7-ге дейін оқыту нәтижелері қарастырылуы қажет. Жиынтық кестеде модульдер атауы, әр модульдің көлемі, модульдер меңгерілетін семестрлер, қорытынды бақылау нысаны беріледі. Құзырет бойынша пәндер матрицасы бұл модульге қандай пәндер енгенін көрсететін көрнекі кесте. Үшінші қадам – бекіту және сараптама жүргізу. Білім беру бағдарламасы колледждің индустриалдық кеңесінің отырысында қаралуы және мақұлдануы, содан кейін білім беру ұйымының педагогикалық кеңесі бекітуге ұсынуы тиіс. Білім беру бағдарламасының тізіліміне орналастырылып, тізілімге енгізу үшін талап коммерциялық емес акционерлік қоғамына сараптамаға жібереміз. Әріптестер, білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша толық ұсыныстар алу үшін келесі QR-код бойынша талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының сайтына өтіңіз.